Мен сізге қаланың шетіндегі шағын қонақ үй туралы әңгіме айтамын. Ол өте танымал емес еді, бірақ оның қожайыны Джек есімді ескі теңізші оны қатты жақсы көрді және көбірек қонақтарды тарту үшін бәрін жасағысы келді. Бірде ол адамдарды тарту үшін ерекше нәрсе жасауға шешім қабылдады. Ол көптеген бері қонақтар жұмбақ атмосферада түней алатын құпия бөлме құруды армандаған. Джек бұл бөлмені құруға көп уақыт пен ақша жұмсады. Ол ескі стильде жасалған арнайы жиһазға тапсырыс берді. Тіпті шкафтың артында жасырылған бөлмеге құпия жол салды. Дайын болған кезде Джек бөлмені капитанның кабинасы деп атады. Ол қонақтарға жасырын бөлме бар екендігі туралы ауызша айтып берді. Тек ең қызықты және шытырман қонақтарға бөлмеге кіруге мүмкіндік берді. Бірде Дэн есімді жігіт қонақ үйге келіп, құпия бөлме туралы естіді. Ол өте қызығушылық танытты және оған кіргісі келді. Джек ақыры оның құпиясын көргісі келетін қонаққа ие болғанына қатты қуанды. Джек Дэнге құпия өткелді көрсетті, ал ол капитанның кабинасына барды. Дэн интерьер таңданып, бөлмені бірден суретке түсіре бастады. Бірақ кенеттен Дэн бөлменің бұрышында бір нәрсе жарқырап тұрғанын байқады. Ол жақындап, оны қазына картасы деп тапты. Ол бұл жұмбақтың бір бөлігі екенін түсініп, қосымша кеңестер іздей бастады. Джектің жеке кеңестері арқылы Дэн оған нағыз қазына сандығын ашуға көмектескен барлық кілттерді тапты. Дэн оған қазына әкелгенде Джек қатты қуанды және енді оған көбірек қонақтарды тартудың жаңа әдісі бар деп шешті. Осылайша капитанның кабинасы және оның қазынасы туралы аңыз басталды. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай көптеген қонақтар бөлмеге қызығушылық таныта бастады және оны түні бойы брондау қиындай түсті. Джек жұмбақтың жаңа элементтерін қоса бастады және оны одан да қызықты ету үшін өзінің өткен теңіз өміріндегі егжей-тегжейлерді қамтыды. Ол қонақтар транскрипциялап қазына іздеу үшін пайдалана алатын жаңа жұмбақтар мен жасырын хабарламалар жасады. Бөлме нағыз хитке айналды және көптеген қонақтар жұмбақты тағы бір рет өтеу үшін қонақ үйге оралды. Кейбіреулер тіпті достарының арасында жарыста біраз уақыт жеңіске жету және сыйлықтар алу үшін конкурстар ұйымдастырды. Бірақ ең қызықты сәт бал айына капитан кабинасын брондаған ерлі-зайыптылардың жағдайы болды. Олар жұмбақтың қолына түскен соншалық, олар барлық қазына тапқанға дейін бөлмеден шықпауға шешім қабылдады. Олар онда 2 күннен астам уақыт өткізді. Бөлмеден тыс әлемнің уақыты мен уайымын ұмытып кетті. Джек оларды тексеруге келгенде, олар іздеуді әлі аяқтамағанын анықтады. Ол оларға көмек ұсынды және олар бірге кеудесін ашып, ақырында қазына алуға көмектесетін соңғы кілт сөзді тапты. Бақытты өмірлеріне оралды. Бірақ олар ескі құпия бөлмесі бар қонақ үйді ұмытылмас бал ешқашан ұмытпайды. Осылайша құпия бөлмесі бар қонақ үй туралы әңгіме аяқталды. Оның аңызы әлі күнге дейін өмір сүреді және көптеген адамдар капитанның кабинасын қарап қазына табуға тырысады. Кім біледі, мүмкін олардың да осы қызықты оқиғаның бір бөлігі болу мүмкіндігі бар шығар.